Періште даусымен оқылған Құран немесе нанның құдіреті. Қазақстан суицидтен нешінші орын алады? 3-ші орында тұр ғой. Екеудің әңгімесіне. Жоғары оқу орнын бітіргелі, басшылық қызметте істейтін Шәкен заман өзгеріп, аяғасынан жұмыстан қысқарып кеткенде, жан дүниесі жұртта қалған иттей ұлып, құлазып, айналасындағыларға қарауға беті күйіп қатты намыстанды, қатты қиналды. Қай жерімнен мін тапты, неге қысқартты деген ойлар жанын жегідей жеді. Таң құлан иектенгеннен барып, қараңғы түскенге шейін бас аяғында жүретін автобаздың тірлігі өзі болмаса, қараң қалатындай көрінетін жерден қысқартып, жаман шүберектей лақтырып тастағаны, сұмдық қиянаттай көрініп, ашық күнде төбесінен тас түскендей әсер етіп, жанына жаман батты, қатты қорланды. Күйеуінің жай күйін көрген Науат, ойбой, инфаркт алып қалмаса болды ғой деп уайымдап еді. Әйтеуір екі жағына пышақ жанығандай болып, жадап жүдегені болмаса, Құдайға шүкір, одан аман қалды. Әйеліне, менің жұмыссыз отырғанымды ешкімге айтпа дегенді қатты қадап айтты. Келімді-кетімді кісісі көп бұл үйде, бұлай өтірік айтуда оңайға тимеді. Жұмыс қалай деп сұрағандарға Науат төмен қарап, иә, сол бұрынғы жерінде істеп жүр дегенді солғын дауыспен әзер айтатын. Қолдағы азын аулақ малды сатайын десе, алатын ешкім жоқ, үй толған шейіттей бала-шаға. Әйелі Науат екеуі қандай амал жасарларын білмей, тығырыққа тіреліп істер шаралары таусылып, тұмсықтары тасқа тигендей күндер көп болды. Қатын ерге қарайды, ер жерге қарайды деген халықтың ежелгі тәмсілі бұлардың басына айнымай келді. Жоқшылық әбден жандарына батып, қатты қиналғанда Науат екеуі армандап, шіркін-ай, көшеде келе жатып ақша толы әмиян тауып алсақ қой, болмаса, әй шіркін-ай, бір ірі ұтыс шыға қалса ғой, сол ақшаны алып балалардың киімі тозып кетті, бір құр киім алып берсек қой шіркін. Сосын саған бір пальто алсақ, содан көңіл жүйрікпе, көк дөнен жүйрікпе дегендей, шарықтай келе, мені ғой жүре берем, маған кім қарайды дейсің, саған бір жөні түзу тымақ алсақ болар еттер еді, бір-біріне даурыға дау айтысып. Ерлі-зайыптылардың бұйырса ұтып қалармыз деген үмітпен дүңгіршектердің ішінде ыздиып қарап отырған сатушыға аз ақшадан жырып әкелген тиын тебенін ұсынып, қабатталып жатқан ұтыс қағаздарының ең түбінен болмаса ортасынан тілімдей біреусін қолдары қалтырай суырып алып, қымбат заттай қастерлеп, екі бүктеп, қалтасына салатын бір хоббилері, бір жасырын армандары бар еді. Жексенбіні жүректері лүпілдеп күтетін, себебі сол күні сатып алынған бинго деген билеттері телеарналардан ойнатылатын. Бірақ түк шықпайтын, қолдағы малдың берекесі кетіп, бұл жақтан жұмыс табылмайтынына көздері әбден жеткен соң, ерлі-зайыпты екеуі қанша қимаса да, ауласы кең, еңсесі биік, қора-қопсы жайлы, алма бағы мәуелеп тұрған үлкен үйлерін азын-аулақ ақшаға өткізіп, қаланың шетінен алақандай жер сатып алды. Жаздай жанталасып жүріп, ең арзан материал болып есептелетін шлактан үй тұрғызды. Баяғының қоржын тамақ сатып ішін үшке бөлді. Күлдің жаман иісі кетуі үшін 2 жылдай сыртын сыламайды екен деген естіп, ішін жөндеп, әктеп, ауылдан әкелген тақтайларымен төбесін жауып кіріп алды. Сөйтіп жүргенде қызығы көп, қиқулаған жаз да өте шықты. Тұнжырап қабағын түйіп, аспанын бұлт басып, сылбырап, жаңбыры жауып, онсыз да күпті көңілді құлазытып, үйдің айналасының ми батпағын шығарып күз келді. Отын су дегендей, көмір түсіру керек дегендей уайым көкейде тұрса да, ерлі-зайыпты екеуі біріне бірі көңілдерін демдеп, Құдайға шүкір бұғанда десетін. Әйтеуір басымызда баспана бар, жұмыс табылса, күнімізді ел қатарлы көріп кетерміз деген оймен ұйықтап, сол үмітпен оянатын. Бірақ қанша сарылып іздегенмен жұмыс табыла қоймады. Базарда жүкші болып істеп көріп еді, оған екі бүйрегі бірдей қабынып ауырып, шамасы келмей шығып кетті. Жаңа оқу жылы басталып, мектепке баратын 2 балаға алып берген киім-кешек, кітап, дәптер, қалам, қарындаш, сөмкелері қалған азын-аулақ ақшаның басына су құйғандай болды. Енді Шәкен азық-түлік алуға жететін азын-аулақ тиын-тебен табу үшін кез келген жұмыстан бас тартпайтын болды.
өстіп әр жұмыстың басын бір шалып жүргенде класстасы дөңбайды көріп қалды. Екеуі шұрқырасып көрісіп, амандық саулық сұрасқан соң жағдайын айтқан. Мұқият тыңдап тұрған құрдасына қараса, қарны да тоқ, киімі де көк, көңілі де орнында сияқты. Асындағы көлігі де қымбат, шетелдікі. АДК-да сылақшы болып жүргенімде бәрі тарқады. Басында қатты састық. Елки, күнімізді қайтып көреміз деп. Біраз жігіттер ішіп кетті. Біразы семьяларын тастап бас ауған жаққа кетті. Ақыры қинала жүріп, бірге жұмыс істеп жүрген жігіттер құрылыс бригадасын құрдық. Ол қазір үлкен фирмаға айналды. Бастығы менің қайнағам, бизнесті қарапайым құрылысшы болып жүріп бастаған. Сондықтан еңбекқорлықты, адалдықты жақсы көреді. Қаталдығы да, қазымырлығы да бар. Бір шеге жоғалса сезе қояды. Өзі детдомда өскен. Той-мой, ас-мас деп қазақшылықпен сұрана бергенді жек көреді. Сол кісі механик іздеп жүрген, қаласаң айтайын деді. Сонымен Шәкен жұмысқа орналасты. Ерте кетіп кеш келгені болмаса, ай сайын еңбек ақысын беріп тұр. Қиынғы кезде қара шай мен нанның өзін үнемдеп талғажу етіп жүрген үй ішінің аузы аққа тиіп, ет жеп жетісіп қалды. Жаратқан ием, өзің жар бола гөр десті. Ерлі-зайыптылар өлмегенге өлі балық жолығады деген осы да. Құдайы тәуба десті іштей шүкіршілік етіп. Бір күні дөңбай жолығып, объект бастап едім, соған құдайы тамақ берейік дедік. Үй іштеріңмен түгел келіп тамақ ішіп кетіңдер деген соң, Шәкен сұрануға қаймығып әйел мен балаларын әкелді де жұмысына кетті. Баланың үлкені Архатқа дастарханы неше түрлі дәмге толып, қайысып тұрған мынау үлкен де биік, жарық үй, баспалдақпен шығатын есіктің алды, кірген жерде жатқан қызылды, жасылды түгі бір қарыс кілемдер, әртүрлі түс шығарып көз қарықтыра жарқыраған аспалы шамдар, өте сәнді киінген үй иелерінің тоқмейіл өңдері, бәрі өмірдегі қарапайым көрініске ұқсамайтын, анау бір ертегі әлеміне кіріп кеткендей әсер етіп, есеңгіреп қалды. Бәрі алқа қотан дастарханға жайғасқан соң, қолына микрофонды алып төрдегі ақ сәлделі, ақ шапанды, қызыл шырайлы молда күмбірлеген дауыспен Құран оқыды. Бәрі бет сипаған соң қонақтар тамаққа бас қойды. Ішті, жеді, қалған тамақты үй иелері тарқатқан судырлақ, целлофан дорбаларына салып алып, ниеттерің қабыл болсын дегендей тілек айтып қоштасып алды, тарқай бастады. Алып кетем деген Шәкен келе алмады. Бұдан әрі күтудің қайсыз көріп, Науатта балаларын ертіп жолға шықты. Шешесі дәмін әзер алып, өңі қап-қара болып тұтығып, тамырлары адырайған арық қолдарымен шермеген ішіне жабыстыра көтерген баласын кеудесіне қыса түсіп, кібіртектеп әрең келеді. Інілерін жетектеп келе жатқан Архат шешесіне қарап, тағы бір бөпеміз болады, ол кім болады екен, ұл ма, қыз ба деп ойлады. Автобустан түсіп асфальт жол біткен соң, миы шығып жатқан батпақты жермен біраз жүріп, ұсақ қиыршық тас төсеп қойған аядай аулаларына кірді. Сағыздай жабысқан аяқ киімдерінің батпағын әрең тазалап есікті ашты. Зарлылай ашылған есік айқара ашылысымен мұрындарына ауыр, дымқыл ауамен араласқан көктің иісі үрді. Жылдан аса тұрған соң бұл үйдің көгерген, әр бұрышына су жинала, қабырғаның бойымен көз жасындай мөлдірей сырғи жөнелетін, немесе тырыс-тырыс етіп тамшылап тұратын дымқыл, зең басқан керегелеріне, су сіңді болып ауырлаған киім-кешекке, көрпе жастыққа, мынау жадау тірлікке еттері үйреніп, жұпынлықты, кедейшілікті бұрын онша байқамаса, қазір ана шамдары, жарқыраған жайлы үйден кейін өздері бұрын көрмеген қымбат бұйымдардан кейін, анау мол дастарханнан кейін мынау көрініс, мынау тынысты тарылтқан, көк сасыған, дымқыл ауыр ауа, мынау үңгірдей үй, мынау сұрғылт заттар қайыршылықтың белгісіндей, шыдай алмайтын қорлықтай болып, Науаттың көңілі пәсейіп қалса, Архаттың кішкентай жүрегі торға түскен торғайдай тыпырлап кетті. Шешесі май сіңіп жылтырап кеткен жастықты алып, қолындағы ұйықтап қалған баланы қыржаңдаған ескі диванға жатқызды. Архат қол жуғышқа су құйып бәтеңкесін жуайын деп еді. Шешесі, суды байқаңдар, бадабоздың қашан келетінін бір құдай біледі деді. Архат бір жаман шүберек тауып алып, бәтеңкесінің батпағын сүртіп отырып, молданың пенделері шын тілесе Алла тағалам барлық тілектерін береді деген сөз есіне түсті. Артынша
Аузбиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Элхамдулиллахи раббил аламин аррахманиррахим. Малики яумиддин. Ияка набуду ва ияка настагин. Ихтинас сиратал мустақим. Сиратал лазина анъамта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валаддалин. Амин деген Құран сөздері кеудесіне нұрдай болып құйылып тіліне оралды. Молданың дауысы құлағына келгендей болды. Жоқ, бұл сөздер құлағында емес, құдды көкірегінде күмбірлеп тұрған сияқты. Есімде қалай сақталып қалған, созып оқыса әдемі өлең сияқты екен деген ой басына келді. Мен де енді күнде Алладан тілек тілеймін. Анандай жарық, үлкен үйіміз, кең ауламыз болса екен, тамағымыз, ақшамыз көп болса екен, мынау тымырсыған жылбысқа ауасы тынысты тарылтатын көгерген үйден құтылсақ екен. Мен де құрылысшылардың бастығы болсам екен, сонда әкем мен апама, інілеріме жақсы үй салып беретін едім. Ол үшін өте жақсы оқуым керек деп ойлады. Архат, неғып күйбеңдеп отырсың? Көмір алып кел, үй суып кетті деген шешесінің сөзінен кейін бәтеңкесін қойып қолына шелекті алып сыртқа шықты. Шәкеннің ай сайын алып келетін жалақысын кейінгі кезде кешіктіріп, болмаса жартысынан азын беретін кездері жиіліп кетті. Бұл қалай, қалғаны қайда деген Науаттың сұрақтарына күйеуі бір мәшине жүрмей қалып еді, ақшаны ұстап қалды. Не запчасть алуға ақша бермейді, техниканың бәрі ескі, тозған, соның бәрі жүріп тұрсын деп айқайлап боқтайды. Не істейсің енді? Фирма соныкі, баратын жер жоқ, көнесің барлық қорлығына деп жауап берген салы суға кетіп. Бүйте берсе қайтып өмір сүреміз деген бір уайым Науаттың жүрегін сыздатып жібергенімен онша сыры бермеді. Сөйтіп жүргенде жырымдап болса да ай сайын алатын еңбек ақына бірнеше айлап бермейтін күн де келіп жетті. Бастық ана жерден тендер ұталмай қалды, бәрі береді. Бұл болса жетім емес пе? Өз еңбегіммен өтемін деп өңмеңдейді. Жоғары жақтағылардың бәрі алып үйреніп қалған, көмекейіне тыққандар алып жатыр, ұтып жатыр тендерді. Бұл болса тастай қатып отыр. Кім жібере қояды дейсің? Жұмысшылардың бәрі кетіп жатыр. Бұлай ақша бермегені бірінші рет емес екен. Бұрында 7 ай бойы күтіп жүріп, бірақ беріп бәрі бір байып қалыпты. Сондықтан шыдай тұрайық, беретін шығар. Ана балалардың пособиясымен күн көре тұрамыз да деген күйеуінің сөзінен кейін ақыры бір береді ғой деген үмітпен анадан бір, мынадан бір қарыз алып күнелтіп жүрген. Отағасының кешегі айтқан сөзін естіген соң Науаттың төбесінен жай түскендей болды. Тіпті түнде ұйықтай алмай шықты. Бір жылдан бері берілмеген еңбек ақысы әйтеуір бір қолға түседі ғой деген үкілеген үміті желге ұшып, талай тамсана есептеген ақшаның есебі көз алдында өшкендей болды. Жұмысынан бір темір жоғалыпты. Жай темір емес, кранның Америкадан Қытай арқылы алдырған бір бөлшегі, құны да удай. Күйеуі жақ жүні үрпейіп, көзі кіртиіп, тамағында құлықсыз ішіп, осы аз уақыттың ішінде көрінеу көзге жүдеп, өңі қашып иіні түсіп кетті. Құлпы орнында автобөлшекте жатқан контейнердің қабырғасы қақырамаған, едені тесілмеген, төбесі бүтін, бірақ ана бөлшек жоқ деп зар еңірегеніне біраз күн болды. Қандай темір еді? 2 адам көтере ала ма? Құны қанша екен білсеңші деп сұрайды күйеуінен Науат тақақтап. Көтереді әрине, бірақ бір түсінбейтінім кілт менде, күзетші тұр есіктің алдында. Содан қалай өткендерін ойласам басым дал болады ғой. Бағасы пәленбай миллион екен деп алдына қойған асқа қарамай, көзі ақиып төбеге қадалады. Науат 1 жылдан бері ала алмай жатқан еңбек ақының оның бағасының ширегіне де татымайтын есептеп кеп жібергенде, күйеуінің мына шарасыз күйін енді түсініп, денесі бір ысып, бір суып, жүрегі атқылақтап аузына тығылды. Құрсағындағы баласы да бұлқынып кеткендей болды. Қарыз алған адамдарға не бетімді айтам? Бір темір жоғалып, соған ақшасын ұстап қалыпты деймін бе? Ол темірдің ақшасын төлеу үшін мынау үй жайды сатсақ та жетпейді ғой. Шейіттей бала шағамен далада қаңғырып қалмасақ болды ғой. Әуелі Шәкен сотталып кетпесе болды ғой. О Құдайым, енді не істейміз? Құрыған жеріміз осы болды ғой деп жанын жеген уайыммен кірпігі айқаспай таң атырған. Ертесінде үй ішіндегі заттар көзіне үлкейіңкіреп, әрі тым анық көрінгендей болып, үй ішіндегілердің сөздері қаттылау, әрі жанын жаралап дөрекі айтылғандай әсер етті. Бірақ сабыр сақтап, елемеуге, шыдауға тырысты.
Күні бойы сіркесі су көтермей, шаршап шалдығып жүріп, кешкі тамақтарын бере салысымен төсегіне сүйретіліп келіп, «Ух, шіркін-ай, бір демалсам» деген тәтті оймен жастыққа басын қойып маужырап бара жатыр еді. Ертеңге нан алатын ақшаның жоқтығы есіне сап ете түскенде, балбырап тынығуға бет алған мамыражай күйі сынған әйнектей күл паршасы шығып пышырап кетті. Көзін ашып алды. Әктеп қойған төбенің бұрыштары, қабырғаның жартысы қарауытып көрінеді. Көгеріп кеткен ғой, сүртуге мұршада болмады. Ауылда бұндайды білмеуші едік. Үйдің іші қаңғырлап жып-жылы боп тұрушы еді. Бұл жақта жер асты суы жақын дейді ғой, содан шығар осылай болғаны. Әлде төбесі мен қабырғалары жұқа екен. Осы ойлармен жатқанында құрсағындағы нәрестесі ішінің төменгі жағынан бүлк-бүлк етіп тепкілегендей болды. Біраздан кейін осы бір сарынды әрекет жынына тиіп мезі болғанын сезінді. «Қоя ғой, апаң шаршады» деп шермеген қарнын сипап жатыр еді. Тағы сол қу темір есіне сап ете түскені. Сол-ақ екен, жүрегі атқалақтап аузына тығылып, ойпырмай, не істейміз деген ойдан үрейі ұшып, жан дүниесін қорқыныш билеп, көзіне тығылған ұйқы қашып кетті. Қасында шаң қапқан, өсіп кеткен шашы ұйпа-түйпа болып, қабағы шытылып, ұйықтап жатқан қосағына қарады. Астарындағы жалғыз көліктерін салдырлатып, фирманың жұмысына салып, жалақы бермесе де, әні алып қалармыз, міне алып қалармыз, әне жаримыз, міне жаримыз деген үмітпен бәріне үлгеріп, аңға салған алғыр тазыдай алдына жан салмай, шапқылап, шыдап жүрген Шәкен анау құрыған қу темір жоғалғалы көрінеу көзге жүдеп шөгіп кетті. Алды мектепке баратын, үйелмелі-сүйелмелі болып қатар өсіп келе жатқан ұлдарының киім-кешегін, керек-жарағын түгендеп бере алмай қиналғанда қайтып өмір сүреміз? Заман болса мынау жеткізе аламыз ба мыналарды деп бұрқ-сарқ қайнап барылдай жылап, Шәкеннің жанын күйдіріп, екі аяғын бір етікке тығып алатын. Қосағының мына күйін көргелі, ол еркелігінде істей алмай, көзінің жасын ешкімге көрсетпей, сығып-сығып алып, ішінен тынатын болды. Жүрегі суылдап, қорқыныштан жан дүниесі қалтырап, таңды таңға ұрып, ұйқысы қашып, көзі ілінбейтін болды. Сіркесі су көтермейді, шаршап, қолына ұстаған затын қайда қойғанын ұмытып іздеп жүретін болды. Бір күні жалғыз өзі қора жақтан келе жатыр еді. Біреу атын атап шақырғандай болып, бұрылып артына қарады. Ешкім жоқ. «О, тоба, бұл кім?» деген оймен қақпадан сыртқа көз салды. Ол жақтан да ешкімді көре алмаған соң, ерін сылп еткізіп үйге кірді. Балалар келгенше бір нәрсе даярлап қояйын деп пиязды майда қылып турап, қазандағы қызып тұрған сұйық майға қуырып, үстіне вермишель салып, тұзын дәмдеп, су құйып астындағы отын азайтты. Кенет «Науат» деп біреу шақырғандай болды. Сыртқа шықты. Ары қарады, бері қарады, ешкім көрінбейді. «О, тобай, маған не болды? Ұйқым қашқаннан осылай болып тұрған шығар. Дәрігерге айтсам, жатқызып қойсам, мыналардың күні не болады? Әрі дәрі-дәрмек ал десе ақша да жоқ. Одан да өзімді қолға алып, көз шырымын алуға тырысайын. Өстіп жүріп бір пәлеге ұшырап қалсам, мыналар тоз-тоз болып кетеді ғой» деп ойлауы мұң екен. Жон арқасы шымырлап, денесі тоңасып кетті. Ол ескі диванға келіп қисаяды. Кейінгі кезде құрсағындағы нәрестесі де көп қозғалмайды. Ұрсып тастаған соң, сен де мазасын алмайын деп тыныш жататын болдың ғой. Аз шыдасаң, жарық дүниені көресің. Ағаларыңа еріп сен де жүгіретін боласың жаным. Тек қана әкеңнің анау темірі табылса екен, ақшасын берсе екен, қарыздардан құтылсақ, бір жеңілдеп қалар едік деп ойлады. Көзін қанша жұмса да, тіпті жүзге шейін екі рет санаса да ұйқысы келмеді. Кенет құлағының түбінен біреу сыбырлап «Науат» дегендей болды. Көзін ашып алып, баг жиып жан-жағына қарады. Ешкім жоқ. Басын жастықтан жұлып алды. Шошынып, сол жағына қарады. Ешкім жоқ. Түсіп қалған орамалын алып, шаршылап, жазық маңлайына түскен шашын артқа бір сипап жіберіп басына салды. «О, тобай, сондай анық айтқандай болды. Сақтай көр Алла тағалам. Бұрын алыстан естілуші еді, енді құлағымның түбінен сыбырлайтын болды. Бұл не пәле?» деп денесін қорқыныш жайлап орнынан тұрды. Мектептен келген балалары сүлей сапа болып, шаршап отырған шешелерінің жай күйін қабағынан танып, әрқайсы өз кітаптарын ақтарып, сабақтарын оқып, бұрынғыдай дабырламай, үн-түнсіз өз жұмыстарымен айналысуда. Көзі кіртиіп, өңі қап-қара болып тұтығып, шаршап шалдығып Шәкен келді жұмыстан.
жуынып шайынып дастарханға отырған ол балалардан қалған табаның түбіндегі вермишелді қырып жеп жатып шай құйып отырған әйеліне қарап, бір жерің ауырып отыр ма деді. Жауап болмаған соң қара шайды сораптай түсіп, әлгі құрғыр табылмады деді. Ақша беретін сұры бар ма деді. Жоқ, тым-тырыс. Бір шопырдың әйелі келіп бастықпен ұрысып ақшаны беремін деген қағаз жаздырып алды. Ол кеткен соң бастық ана байғұсты жеп қоя жаздады. Ол болса, бұл жерде бұдан әрі істей алмаймын, кетемін деп отыр. Да, жекеменшік болған соң сол бізге бір құлы сияқты қарайды ғой. Қайран үкіметтің жұмысы-ай, жақсы екен ғой. Бәрі бір күнгідей болмай көзден бұл ұшты ғой, деді шайын сораптап. Сен ана Темірдің жоғалғанын бастыққа айтпайсың ба, деді күйеуіне барлай қарап. Соны айтуға жүрегім дауаламай жүр. Ана жолы сол кранды жөндеткенде бір орысты ертіп келген. Бастықпен бұрын стройкада бірге жұмыс істеген дос екен. Соны тауып ақырын сұрап көрейін деп жүрмін. Ойпырмай, оның жоғалғанын білгеніңе 1 ай болды. Осы кезге шейін айтпағаның үшін жазалы болмайсың ба? Тезірек айтып бұл мәселенің басын ашып алғаның жөн емес пе, деді өңі қобаршып. Бірінші ана орысты тауып сосын айтайын деп отырмын, деді Шәкен. Ұйқы бетін көрмегеніме де айдың жүзі болып қалды. Жекеменшік болған соң шейіттей балалы шағалы екенсің деп есіркейді дейсің бе? Төлетеді ғой. 10 айдан бері таң құзғыннан кетіп, түн қараңғылығында мәшинесін салдырлатып әрең келетін жұмысының ақысы сол қалақтай темірге жетпейін деп тұр ғой. Қап қарызды қалай өтейміз, қайтып күн көреміз деп ойлауы мұң екен. Жүрегі суылдап, бет аузы тыржиып, аузы жылауға икемделіп қисайып, көзіне жас толды. Шаршап, берекесі кетіп жүрген Шәкенге көз жасымды көрсетіп, жанын жемейін деген оймен орнынан тез тұрып шәйнегін газге қойды. Болды, мен ішпеймін. Аздап демалып алайын, ысытпай-ақ қой, деп Шәкен созалаңдап орнынан тұрып, ескі диванның белін күтірлетіп отыра кетіп, басына жұмарлап жастықты тастай беріп сұлай кетті. Көп ұзамай бір сарынды қорлы естілді. Науат оның үстіне ескі пальтоны жауып тастап, 2-3 күннен кейін Құрбан айт келеді. Біздің кезімізде үкімет бұл мейрамға қырын қараса да, үлкендер үстеріне бар жақсысын киіп бізді ертіп алып айттап кетуші еді. Қалтамызды кәмпейт, бауырсаққа толтырып, біз де мәз боп қалушы ек, мереке екенін білуші ек, асыға күтуші ек. Қазір елбасы мереке деп жарияласа да ешкім айттамайтын болды. Тіпті арнайы шақырып, құдайы тамақ демесе біреудікіне біреу бас сұқпайтын болды. Еш шығарып аруақтарға арнап салған шелпек, бауырсақтан өз балаларымыздан басқа ешкім ауыз тимейтін болды. О, тобай, заман не боп барады. Қарапайым адамға жан бағу қиын болып кетті. Содан бекен деп ойлауы мұң екен. Құлағының түбінен бір ап-анық дауыс: кір жаятын жіпті ал, деді. Жан-жағына жалт-жалт қараса да ешкімді көре алмады. О, тобай, бұл не пәле деп ойлағанша болмады. Бол, деді дауыс бұйыра сыбырлап. Жіпті ал, деді. Санасында бір ой, жіп орнында тұр емес пе? Кір жайғанда сол жерден алып жүрген. Мен оны алып кетсем іздемейміз бе деген ой жылт-жылт етіп қылаң берсе де, өзінің еркінен тыс сол жерге бара жатқанын сезді. Соның арасынша мектептен сабағы бітіп арқаты келді. 4-ші класста оқитын баласы оқу озаты. Мектебінің мақтанышы, естігенін қағып алады құймағылақ. Өңіде Науатқа ұқсаған сүйкімді, адамға жұғымды. Апа, айт мейрамы келе жатыр екен ғой. Құран оқуды үйреніп алдым. Енді аруақтарға бағыштап өзім оқимын, апа, деді шаттанып. Соның арасынша Науаттың құлағының түбіндегі дауыс: бол, жүр, жіпті ал, деді ысылдап. Шешесі өзін бей-жай тыңдап, жоқ, тіпті тыңдамай айдалаға ақия қарап есіктен шығып бара жатқан көріп арқат: апа, деді ышқына айқайлап. Қайда кетіп барасыз, деді. А, балам, не дедің? Деп ұйқыдан оянғандай баласына адырая қарады. Мен бағанадан бері Фатиха мен Ихлас сүрелерін үйреніп алғанымды айтып жатырмын ғой. Мешітке барып тыңдатып едім. Жақсы оқисың, деді. Ал сіз болсаңыз, деп жылауға айналды. Қой, жылама, деді Науат баласын құшақтап. Қарашы, бөпеде тепкілеп жатыр. Кәні оқышы, мен дастарханға барды қояйын, деп нан, тұз, қант қойып, екеуіне 2 шынaya қара шай құйды. Архат малдасын құрып жіберіп, басына әкесінің тақиясын киіп, көзін шарта жұмып бастай жөнелді. Аузу биллахи минаш шайтани ражим, бисмиллахи рахмани рахим, деп соза оқылған Құран сөздері жанына жағып барады. Баласының жібектей созылған, тап-таза, жіп-жіңішке дауысы атқалақтаған жүрегін тыныштандырып, мамыражай қалыпқа түсіріп көңілін босатты. Жүрегі елжіреп, көзінен тоқтай бермей, тарам-тарам болып жасақты. Өңірі малмандай болып, көз жасымен суланды. Жан дүниесі осы дауысқа ынтыға беріліп ұшып жүргендей өзіне беймәлім бір күй кешті.
Молдалардың, үлкендердің оқығаны қасаңдау, быдың қылау болушы еді. Баласының оқығаны періштенің үніндей пәк, тап-таза, көк аспандай кең, тұп-тұнық, әрі жібектей жұмсақ, жып-жылы, жанына жайлы болып естілді. 62 тамыры түгелейіп, діріл қағып, бүкіл болмысы баласының үнімен астасып тұрған сияқты болды. Бүкіл денесінде, бүкіл болмысында, миының әрбір қатпарында, тіпті қара тырнағының ұшына дейін осы дауыс жетіп, ол жайламаған түкпір қалмаған сияқты көрінді. Өзегіне баласының үнімен бір нұр құйылғандай күй кешті. Жаны жадырап, санасын жаулаған үреймен бұлыңғыр болашақтың сұлбасы алыстап, көкірегін басқан қара түнек сейілгендей болды. Бар болмысы балбырап, мамыражай күй кешті. Алдағы күндерге деген сенімсіздік, ақшаның жоқтығы, анау жоғалған темір бәрі түк емес, өткінші екенін жан тәнімен сезінді. Құдайға шүкір, басымыз аман, бауырымыз бүтін, заманымыз тыныш. Елбасы айтып жатыр ғой, алдағы күндеріміз жақсы болады. Байлығымызды халқымыздың игілігі үшін жұмсаймыз, мәңгілік ел боламыз деп. Ол күндерге де Құдай бұйырса жетіп қалармыз. Біз көрмесек мына балалары көрер. Жаратқан ием, амандығыңды бере көр деген ой келді. Осы кезде Архат та әумин деді. Бағанадан бері басынан кешкен ғажайып күй мен тілектері сөзсіз қабылданғандай, көк тәңірі өзін көріп тұрғандай күй кешіп, барлық ниет, барлық ынты-шынтысымен, бар болмысымен діріл қағып, көкке ұшып кетердей ұмсына отырып, алақанын жайып, науаттай бет сипады. Балам, керемет оқиды екенсің ғой, көңілім босап кетті ғой тіпті, деді жаулығының ұшымен көз жасын сүртіп. Орнынан тұрып, баласының бетінен сүйіп, тфә-тфә, тіл көзден аман бол. Құран оқыған соң дәрет алып таза жүру керек балам. Өтірік айтпау керек, жала жаппау керек, біреудің ала жібін аттамау керек, Құдайдың кәрінен қорқу керек деді. Мешітте молда айтты деді. Апа, айтпақшы курткамның жеңі қысқа болып қалыпты. Әкем ақша алса әпересің ғой деді, жаудырай қарап. Әрине балам, әперем, сәл шыда. Әкең алса, бас аяқтарыңды бүтіндеуге тырысамын ғой. Он да аз қалды. Құрбан айтқа, тоқашқа, шелпек салуға нан илейін деп отырмын. Бір тандыр нан жауып алсақ, аштан қалмаспыз. Бүгін еш шығарайын деп едім. Шелпекке нан илегенде сен Құран оқып бересің ғой деді. Жарайды апа деді Архат. Шешесінің жылы сөзіне көңілі өсіп, көзі қуаныштан оттай жанып, қазір келемін, далаға жүгіріп шығып кетті. Апыл-ғұпыл қаптың түбіндегі ұнды қағып, тегешке салып еледі. Аштықсын тұзын салып, қанжылым қылып суын құйып, баласының даусына ынтызар болып, естігісі келіп, тыңдағысы келіп, оны іздеді, бірақ таба алмады. Әрі күтті, бері күтті. Жүрегі суылдап, бойын бір дегбірсіздік жайлап, асығып нан илеуге кірісті. Көкірегінде жатталып қалған «Аузу биллахи минаш шайтани ражим» деген Құран сөз тұрса да, айтуға қаймығып өзі білетін бисмиллясын айтты. Құлжыңдап жүрелеп, отырып алып, лездемде илеп бітті. Иін қандырып ет, жып-жылы қамыр қолына жабыспай, тура бір жаны бар, тірі жандай жұп-жұмсақ болып, еркелеген баладай алақанына жайлы тиіп, үйлеуіне көніп томпайып жатыр. Бетіне ұн сеуіп, қымтап, жылы жауып аштуға қойды. 1,5 сағат өткенде, нанның бетін ашса, өзінің бөбегі жатқан ана құрсағы ұқсап, төмпиіп, жақсы көтеріліп бабында тұр екен. Күлшелейін деп сыпырасын ашып, тегешті көтеріп әкеле жатыр ет, құлағының түбіндегі дауыс «Жіпті ал, мойныңа сал, асыл» деді. Жан дүниесін үрей билеп қорқып, суқаны ұшып тұрса да, санасының шыңырау түбінен бір титтей қарсылық нышаны білінді. Ол балаларымның нанын жауып беріп кетейін, мұрсат бер деген ой. Жоқ, жіпті ал дейді өктемін. Бірінші естілгенде әлсіреген үнмен тіл қатып еді, қазір күшейіп алыпты. Сал, қыл арқанды мойныңа, асыл дейді дауыс. Қолындағы тегешті еріксіз сыпыраның үстіне қойып, босағада ілулі тұрған кір жайып жүрген жуан ақ жіпті керіп өзіне жақындатты. Нанымды жауып алайын, мұрсат бер деп дауыс сөйлегенше, қолындағы жіпті қоя салды да, ашыған қамыр толы тегешті көтеріп алды. Жоқ, жіпті ал қолыңа, асыл дейді дауыс өктемінмен. Қорыққаннан қолындағы тегеш салқ кетіп, жерге түсіп кетті. Жүрегі жел өтіндегі жалаудай жалпылдап, аузына тығылды, денесі бір ысып, бір суыды. Науат діріл қағып, жіпті алайын деп еңкейсе, оның үстінде жаңағы қолынан түсіп кеткен ашыған қамыр толы тегеш тұр. Дауыс естілмеді. Науат әлі құрып, сыпыраның шетіне жүресінен отыра кетті.
көмпиіп, көтеріліп тұрған қамыр басылып барады. Жел өтінде тұрып қатқандай болып, қас қағым сәтте беті қарая қабаршып, тегештің түбіне жабысып қалды. Ой, тобай, бір сәтте көтеріліп шапшып, ашып тұрған қамыр өсіп, желі шығып, қабысқан топтай болып, ыдыстың түбіне жабысып қалады деп кім ойлаған? Ой, тобай деп қайран қалған Науат басын шайқап орнынан тұрды. Көршіден бір табақ ұн сұрап алып келіп, қайта илеп күлшелеп, шоғы жайнап қызып даяр тұрған тандырға шаптады. Аузын темірмен жауып, кенеп қаптан арнайы тіккен жамылғымен қымтап, терім қатып қалмасын деген оймен ескі күпәйкесін жамылып, тандырдың ық жағындағы тепкішекке отыра кетті. Тоқаштардың бет албырап, қызарғанша осы жерде күте тұрмақшы болды. Апа деген дауыстан көзін ашса, Архат тұр қасында басын сүйеп. Апа, не болды сізге? Құлап қалғансыз ба? Bir нәрсе жанып жатыр деген соң тұра салып, тандырдың бетін ашса, шаптаған тоқаштары қара күйе болып бықсып жанып жатыр. Ой, тобай, тізе бүккенім қазір қан еді. Бұл қасқағым сәтте болғаны ма? Нан күйгенше ұйықтап мені не қара басты деген ойлармен басы дал болды. Өзіне қарап тұрған Архатты байқап, жүр балам, үйге кірейік, бұл бізге бұйырмаған дәм болды, деді Науат жеңінің ұшымен бетінің терін сүртіп. Үйге кіріп, үстіндегі жаман күпәйкесін шешіп, жайылып жатқан сыпыраны жинағанын біледі. Одан әрі есінде ештеме жоқ. Көзін ашса, Шәкен балалары бәрі үстінде төніп отыр. Не болды саған? Оят алмай қойдық қой. Қалың қалай? Балалар қорқып жылап жіберді әуелі, дейді күйеуі абдырай қарап. Жақсымын деп Шәкеннің құшағындағы кішкентайын алдын алды. Көз жасын, мұрын боғын сүртті. Қорықпаңдар күндерім, деді Архаттың басынан сипап. Сен үлкенсің ғой алтыным. Құранда анандай ғып оқыған адам жылай ма екен? Сен болмасаң енді не болатын бір жаратқан ием білетін еді. Құдайға шүкір, сондай тынығып қалыппын, деді Науат баласының бетінен сүйіп. Жүрегінің астындағы шарана да мен бармын дегендей оң жақ бүйірінен тепкілеп қояды. Айтпақшы Науат, дейді Шәкен дәңгірлеп. Анау темір табылды, әлгі жөндеген орыс жарамайды деп акт жасап бастыққа апарып беріпті. Бүгін жарты айдың ақшасын берді деп 30 000 теңгені ұсына берді. Құрбан айтта бұл үйдің дастарқаны да аузы бұртия бұлданған біреудің еркесіндей көмпеген бауырсақтарға, жұмсақ, ауызға түссе еріп кететін, пияздың сөліне иленген қызыл шырайлы, керілген шелпектерге, тіл алғыш балалардай томпиған, тандырға піскен тоқаштарға қайысып толып тұрды. Архат періште даусымен Құран оқыды. Айттың 2-ші жұлдызында Науат аман есен босанып ұл тапты. Бөпесінің атын қиын күндерде мұңдасым болған, жолдасым болған балам деп мұңлық қойды. Қазір оның ұйқысы тыныш, жүрегі орнықты, көңілі орнында, күнделікті жейтін тамақтары вермешел, ұн, шәй, сұйық май дегендерді көптеп алған. Жоққа жүйрік жете ме, амалдай тұрамыз да деп өзін жұбатып қояды. Шәкеннің бастығы да қазір оны бұрынғыдай жөнсіз жерден алып жерге салып ұрса бермейді. Үйін, жайын, көліктерін, меншігіндегі іске жарайтынның бәрін кепілге салып, жұмысты жүргізетін ақша іздеп, шар құрып, фирмасының өмір сүру үшін күресіп, тыным таппай жүгіріп жүр. Бұрынғыдай Шәкенді көрсе, екі көзі ежірейіп, барқылдай жөнелетін әдетінен айнып, жылы шырай танытып, өзінше қалжыңдағын сыйды. Онысы да қазақы уыттылықтан, тапқырлықтан ада. Орыс мектебін бітірген оқушылардың қазақша сөйлегендегі қойыртпағы сияқты. Ондайда бұрынғы айқай-шудан жүрегі шайлығып қалған Шәкен ештеме айтпай, желкесін қасып, жай жымиып қояды. Бастығының бұрынғыдай бас салмағанына мәз. Фирманың анау атам заманнан келе жатқан ескі құсқы мәшинелері Шәкеннің күн демей, түн демей шапқылағанының, жамап жасқағанының арқасында оталғаннан кейін біраз күркілдеп барып, болмаса біраз булығып, дем жетпей үнсіз қалып, біраздан соң жан кіргендей қақалып шашалып барып, қозғалып жүріп кетіп, іске жарап тұр. Архат болса, күн барлық жағынан түсетін, жарық, кебу, көгермейтін жылы үй салатын сәулетшілердің бастығы боламын деп үздік оқып жүр. Науат жақында Архат Назарбаев мектебінде оқитын балалардың сайысына қатысып, жоғары бал алды. Енді сол жақта оқитын болды. Жылы киім алуым керек деп таныстарынан қарыз сұрап жүрген. Себебі Шәкеннің еңбек ақысын бастығы әлі бермепті.